Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма, амансыздар ма? Қазақстандағы Гулеки Қасым деген алаяқ оңбаған сатқын 200-ді халық жауы. Ол деген халықты алдап, халықтан өтірік ақша істеп отыр. Оған ешқандай ақша бермеңдер. Ол сендерді алдап, ақшаларыңды алып, дым бітірмейді, түк бітірмейді. Гулеки Қасым деген ол 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жылдары Қазақстандағы қоғам белсенділері, активистердің бәрін жаңағыдай соттатқызған. Жаңағы Гулеки Қасым Марат Шламбаевтың, Думан Мұхаммедкәрім, Әйгерім Тілеужан, Жаслан Көпеев, жаңағы Әділет Сағындықұлы, Амангелді Жахин сияқты азамат, Асқар Сенбай, Айдар Сыздықов, жаңағы Самал ханым, сосын бар жаңағы Алтын ханым, сосын барып жаңағы тағы басқа сондай қоғам белсенділердің түрмеге отыруына арыз жазған, сондай оңбаған сатқын тікелей қатысы бар солардың түрмеде отыруына. Сол үшін Гулеки Қасым деген өтірік айтады әрдайым. Ол сендерді жаңағыдай өзінің Астанадағы бір офисіне шақырып алып, кабинетіне миларыңды аштып, шірітіп, құлақтан теуіп, ойбай жаңа проблеманы шешіп берем, үйтем деп алдап, ақшаңды алып, сендерді айтқан кезде адастыруда. Оған сенбеңдер, ол деген өтірікші, ол Тоқаевқа жұмыс істейтін КМБ-ның титушкасы. Сол үшін Гулеки Қасымды көрген жерде айтыңдар, сен Тоқаевтың құлысың, титушкасың, КМБ-ның титушкасың, агентсің, Ресейдің ФСБ-ның агентсің, Қытайдың шпионсың деп айтыңдар оған, Гулеки Қасымды. Оған сенбеңдер. Оның түрмеге 3000 жылға соттау керек Гулеки Қасымды. Ол оңбаған. Сондықтан халқым, Алла қаласа бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыздар, Құдай қаласа біз Қазақстанды дамыған Жапония сияқты мықты мемлекетке айналдырамыз. Алла қаласа. Қазақстанда орташа айлық, Алла қаласа, $5000 болады. Төменгі айлық $2000 болады. Сол үшін Қазақстанда демократия керек, сөз бостандығы керек, саяси сауатты халық керек, саяси белсенді халық керек. Әрдайым, әр ай сайын Қазақстанда 500 000 халық бейбіт шеруге шығып тұру керек. Өз құқықтарын, сөз бостандығын, демократияны талап ету керек. Егер мен Қазақстанда премьер-министр сайласаңыздар, Алла қаласа, барлығы жақсы болады, тегін ғылым білім болады. Несиенің бәрін кешіріп берем. Штрафпен алып тастаймыз. Айлық жалақы $5000 болады. Төменгі айлық $2000 болады, Алла қаласа. Бізде демократия болу керек. Парламенттік демократиялық республика болу керек. Халқым, бәрі жақсы. Без должности президента. Бізді премьер-министр басқару. Сол премьер-министр мені сайлаңыздар, Алла қаласа. Иншаллах. Барлық жақсы болады. Сіздерге ай сайын жер асты үсті байлығынан $1000 қайтарымсыз ай сайын дивиденд доход беріп тұрамын. Бай бақуатты өмір сүреміз. Алға Қазақстан. Бәріңізді жақсы көремін.